Түлеп шыққан жастардың ауылында бір өзі қалып, бір қауым елдің тірлігін атқарып отқан менің Ербол нағашым менен Анар жеңгеме мың алғыс деймін. Алланың нұры жаусын сіздерге, бала-шағаларға рахатын көріңдер, өсіңдер, өніңдер. Осының бәріне атсалысып, сонау жерден келіп, осының бәрін ұйымдастырып, шаршадым, шалдықпайдым демей, рахмет жөн. Апа, андай ағмағдаш, мен де мектеп салқын сетін оған қазір көп сөйлейтін болған мен. Айып етпеңіздер. Бүгін бәрінің айтылатын ішінің шерін қазақтардың күн негізі. Азанға дейін. Бұрын таңғы қарсы алып жүріп қосынып таңғы. Айтып тастақтар бүгін бәрін. Рахмет деймін. Шаршап, салдықпай, шығанақтан келіп, осының бәрін ұйымдастырып, осыншама елдің басын қосып отырған сіздерге мың алғыс деймін. Жаңағы бас қайда барса, мойын қайда болса, бас сонда барам дейді ғой. Сіздердің арқаларыңызда өстіп, мойын болып бәрі сол бір менің бойымда жүре берейін Құда қаласа. Аман болыңыздар. Осындай ер азаматтардың айтқанын істеп отқаннан келіндерге біздің арыстай азаматтарын қолдап, қорғап, бір ауыз сөзден жерге тастамай, міне біздің қыздар келе жатыр деп құрақ ұшып жүрген келіндерге мың алғыс. Өсіңдер, өніңдер жаным. Құдай тамақты да жаңағы ұйымдастырып жатыр, дастархандарын жасап жатыр, жүгіріп жатыр, қарыштап жатыр. Оның бәрі еңбек. Алтындай уақыттарын бөліп, жүгіріп, тер төгіп жатқандарына мың алғыс. Соның ішінде мынау ойнасақ та ойымыздағы айтамыз, арамыздағы бір тал Болат деген мырза бар, Қырғыз елінен келген. Әрі аспазшы, 10 саусағынан өнер тамған жан, кеше осы барлығымыздың басымызды қосып, өзінің отбасына ас беріп, бәріміздің басымызды қосып жатыр. Сенің де үйінде той болсын. Сенің үйінде тойға барады, Құда қаласа, тойымыз тойға жалғаса берсін. Биші болады деп қой. Биші болады. Осы ағаңды не қылшы? Тамада қылшы? Өзіміз бармаймыз. Кейін жоқ тамада дайын істейді. Иә, тамада бар. Апарамыз сені келіншілі болсаң. Мен дайын. Сен дайын деген қанша жыл болды ғой? Айтыла берсін, бәр жақсы сөздер пештен құлағына шалынып, аналың құлағына шалынып, пештен әумин десін. Өсейік, өнейік, бәріңізге рахмет, мың алғыс. Осындай Шолпан Қаншайымға рахмет. Телефона, аяқпен жүрмесек те телефонмен жүріп жатырмыз. Осының бәрін ұйымдастырып, отбасының, немерелерінің жаңағы барына да жоғына да қарамай, алтындай уақытын бөліп жүргенде, үндемей соны тыңдап, аяқа шапқылап жүгіріп жүрген серігіңіздерге да рахмет. Бақытжан жаман көзімен қарап жатыр. Нұржан атсалыстығын мен айтпайсың. Сізге де мың алғыс. Диляңызға да мың алғыс. Сонша жерден келіп, бірақ бауырымыз өмірден өссе де, соның атын атасы, артында қалған алтын ашықтай 5 балапанын тәрбиелеп, қыздарды қияға қондырып, соларды бақытқа бөлеп жатқан Диля қызға рахмет жаным. Өсе бер, өне бер. Әр қуанышыңды бөлісіп, сенің тойыңның төрінде отырайық, Алла қаласа. Жақсылық болсын, той болсын. Ойнайық, күлейік, билейік, артық айтсам кешіріңіздер, той болсын. Рахмет. Тілек айтты, Қалдыкүл атты красавица әпкеміз. Әпке деген ақтеңіз, әпке деген қыз бала. Қыз балаға әрқашанда қараймыз біз қызғана. Осынау шаңырақтың, осындай отырыстардың қамын ойлап жүретін Қалдыкүл әпкем, сіз ғана деп жатыр. Аман болыңыз, бар болыңыз. Сонша барлық өткен қызық. Сонша өткен қызықтың барлығын ұмытпай есінде сақтап, қорытындылап келіп, бәрін еске алып камераның алдында баяндап берді. Қатты тамаша, иә? Күштерді Құдай қаласа камераның әдемі болып көріп отырамыз. Қош келдіңіз, той құтты болсын. Құрметті сыныптастарым, қайғыңдай кебісіп өскен
4-5 айдың көлемінде сіз біз болып жаңа айтқандай чатта бір ұрыс баламызға айтқан давай кетті бүгін позитив қандай тема деп соның міне 30 мың ойын 40 мың ойын деген әдемі нәтижесі шығып жатыр. Міне 2 күн 3-ші күнге кетіп жатыр. Өте керемет отырыс болып жатыр. Қанша уақытқа жасап жатырмыз. Ал енді мынау ұстаздар бізді осындай күнге жеткізген, тәрбиелеген. Балам сәл былай тұршы, мына кісілер көріп айтпасам айтамын. Мына жерде Сара Шапки бізге қалам ұстатып әліппені үйреткен. Одан кейін Сара Шапки бізді 3-ші классқа шейін әкелді. Сол 4-ші класста бізді ол бала алды. Енді сол кездегі мектептен қалған мен ғой енді есімде. Ол бала айтты жаңадан институт бітіріп келдік деп. Осы Күләй Шапки екеуі қатар келді. Сөйтіп біз енді Сара Шапки айтты ғой, болды 4-ші классқа бардыңдар, сендер үлкен болдыңдар. Енді ертең сендерді басқа мұғалім алады. Басқа мұғалім алады деп Сара Шапки айтты ғой, енді сентябрьге бәріміз барып тұрмыз. Мен Сара Шапки өз 1-ші классын қабылдап жатыр. Біз бәріміз жапақтап тұрмыз анау. Несінен айырылған қос сияқты әлімге қарап. Сол кезде ол бала жүгіріп келіп бәріміз келіңдер айна, сендер енді менің баламсыңдар деп. Ол бала біз қоршаған. Сол есімде қалып кеткен. Өткенде енді сыныптастармен бізде Сара Шапки болды, бала болды. Ағасында кім болды деп жатырмыз ғой, дауласып анау болды, мынау болды деп. Сонымен Дәметкен әпке болған ағасында. Одан кейін осы Гүлнар әпке. Сосын сіздерге звонить етіп, хабар беріп, айттық қой, міне бүгін сол күнге де Алла сіздермен бізді бас қосуды нәсіп етіп, осы үлкен дастархан басында отырмыз. Сіздерге мың алғыс. Осы сіз ата-анадан кейінгі тәрбие сіздерден. Ұстаздан шәкірт озат деп, жақсы ұл қыздар тәрбиелеген сіздер. Еңбек сіздердікі міне. Осындай нелерге сіздерге де үлкен мәртебе ғой. Былай қарасаңыз, біз Сара Шапки оқытты деп айтамыз, Бала әпке оқытты, Гүлнар әпке оқытты дейміз. Бізге мақтаныш сондай ұстаздардан біз білім алдық. Соның сіздердің алдарыңызға біздің беріп жатқан отчетымыз деп ойлаңыздар. Мына жандарымыздағы күйеу балаларымыз, енді мына балалардың жанындағы келіндеріңіз, келіндеріміз де алтын балаларды кеше де айтып жатырмыз. 2 күннен бері қанша тілек болып жатыр. Жаңағы өлгейза алмайды, тірі деп Құран оқытты. Одан жаңағы болат досымыз енді сонша жерден жиналып жатқанда 40 жылдары үйден демалыс дейміздер деп, бұның бәрі бұл кісілердің де көргендігі. Одан кейін мына жан-жарлары әйелдерінің осылардың тапқанын ұқсатып, соны көрсетіп отырғандар деп ойлаймын. Келіндерге де көп рахмет. Енді мына 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні барлығымызды Алла осы күнге нәсіп етіп қосты. Алла тек қана қызықшылық көруді жазсын. Жігіттер енді тайғылындай кемістік, сол бір өскеннің бір несі сол шығар деп, біз де енді 60-та алтындап қалдық қой, ойлаймыз ғой жаңағы. Ұрсы баламызды сөйтіп қиды, шопан шығасың бар өңде бірақ жатқа, сол әмел бұл шығамайын десе, мен қой шығып біз бәріміз күлеп, сол балақ кездегі қалған ғой, соны кеше маған Ербол айтады ғой, Ербол ма, Қалдыбек па? Кім айтты? Біреу айтты. Не дейді? Шопан дейді, біз что-то 40 жылға жиналып жатырмыз, уже 60-қа келіп жатырмыз. Қара болса, олар баяғы мектептегі ғой, шыққасы өз білмеген, кім әсірет? Қапаш екен ғой. Мынадан осы өзгермеген ғой, сол мектептегі сияқты дейді. Бірақ біз бағана және кеткенде балалық шаққа өтіп кетті. 2-3 күн балалық шақта жүрміз біз қазір. Басқа нәрсені ойламаймыз, немелер қайда балалық шақта. Осы балалық шақта жүрміз. Осындай жақсы күндеріміз көп болсын. 40 жылдық, 50 жылдық, 60 жылдықты жасай берейік. Қай жақта жүрсеңіздер де сіздерге аман болыңыздар, сіздердің жолдарыңызды біздерге берсін. Енді бізде келіп түсіріп, қыз ұзаттық, Аллаға шүкір. Енді өзім бір ұл, бір қыз Алланың бергені. Келіп түсірдім, қыз ұзаттым, 91 жыл тұрмысқа шықтым. Аллаға шүкір, баладан 2 бала немере, қыздан 2 қыз. Бала недегі әкімшілікте қаладан құрылыс саласында істейді. Балам, қызым колледжде сабақ береді, папасының қасында жолдасым колледжде зам директоры. Осы уақытқа дейін жетістігіміз енді осы. Тек қана қызықшылық болсын, той болсын, осындай тойымыз той болсын. Барлықтарыңызға көп рахмет. Ой тамаша, айтқан тілегіңіз қабыл болсын. Аға, келіңіз, арнайы ортадан табылып қойыңыз. Мына ағамызды байқасаңыздар, көзі күлімдеп тұр. Мен тілекті қалай бастасам болады деп сәл болсын жүрегі дірілдеп тұр. Ағамыздың мощный денесін көріп, өзімнің мына денеме жыным деп тұр. Қазағымыздың осындай бір бар ағалар, аман болыңыздар, жолдарыңызды берсін, ақ тілек болсын. Ал құрметті апайлар, ұстаздар, мына бүгінгі құрдастар 69-дың
Мынау енді кешеден бері, кеше емес, 5 айдың жүзі болды ғой. Барлығына куәміз. Сондықтан жақсы жағынан, жоқ жақсы жағынан бір жағынан сүйсіне отырып, мынау 69-ның Шығанақ ауылының осында шыққан, енді өзіміздің еліміз ғой, өзіміз жерімізде шыққан азаматтар мен азаматшыларды осындай білгірлігіне, ұйымшылығына тәнтімін. Кешеден бері жігіттердің алдында күйеу деп неғымен бәрі құрдастарымыз ғой бәрімізде. Ол енді шындық 69-ның қызын алдық. Бұл жағы күйеуіміз бақша бәріміз дұрыс па? Ол енді өмірдің шындығы. Енді ол шолпанды осы алған себебім бірден бір осы Бақытжан бауырым осы Нұрзипаны ауылға алып келді. Сонда 40 қыз алып келді колледжден техникумдан. Сөйтіп оның бәріне қарау кішкентай ғана қара қыз 45 кило жүреді. 45 кило. Кішкентай қара қызға жарысында қалдым көрсін. Не керек? Өзі қапқара сындым да қалдым әріптесе. Ол кезде паттекта оқиын. Қаратауда қыздар деген қола, жатақхананың бәрі қыздар, қолда гитара, өлең айтып жүреміз жаңағы. Бәрі ғашық шетінен ол кезде енді сондай бір заман болды ғой. Алғашқы махаббат айтып жүрген кезіміз. Осы кішкентай қара қызға шанақтан шыққан ғашық болдым да қалдым. Содан жүгірдім, шыны керек 7 ай жүгірдім ше. Тағы бір қызық 91 жылы май айында сіздердің ауылдарыңызда 5 жылдық болды. Сонда шолпанды ауылда алып қалады деген әңгіме болды да соған тәуекел деп бардым ғой Қабаш есімде ме? Мынау қызымдан айырып қалармын деп ше. Шындай бол енді. Сонда апам күнде апам айтады, айналайын-ау, қызым-ау, мына баланы нәнді қалай етіп пе, ауылдың балалар өлтіріп қойды ғой деп. Ауылдың балалар өлтіріп қойды ғой да баланы деп ше. Құдайға шүкір өлген жоқпыз деген балаларым тіл табыстық жігіттердің бәрінен, менің тойымда болды. Шолпан красавцтардың барлығы. Так что бүкіл қуанышымызды осындай арамызда тек қана қуаныш жүрсін. Өмірдің енді ашық шындығы қуаныш пен өкініш қатар жүреді. Сол өкініштерде аз болсын, қуаныштарымыз молынан болып, бүгінгі 69-дардың Сейфул мектебінің 40 жылдығы құтты болсын. Әрдайым осындай бірлікте, осындай тілекте бастарымыз қосылып, анау кішкентай ғана қарап отырғанда біреудің көздері мұңданады, кейбіреуі ренжіп жатыр. Біз енді күйеу деген сыншымыз ғой енді. Осы балдардан қоямыз жаңа. Болмашы кішкентай ғана орамалға деген анау қазақпыз ғой енді. Кішкентай ғана болмайтын нәрсеге мақтанамыз, болмайтын нәрсеге ренжіп қаламыз. Бірақ оның бәрі қыршылдық деген нәрседе, үлкен нәрседе. Өйткені түсінеміз. Мен де кеше ғана қыршылдық болды осы ауылда, Ақтоғайда өткіздік, Ақтоғай ауылында, орта мектебінде. Біздің ауылдың азаматы Қайрат деген азамат, Қайрат менің студентім, өзім оқытқан қазір Шығанақ мектебінің директоры, Ақтоғайдың азаматы. Поштаның бастығы болған біздің ауылдың жігіті Сейтан ағамыз болды. Депутаттар біздің ол Ақтоғай мен Шығанақ бірін тығыз байланысты. Баяғы Шығанақ сақ болып, жаңада сақ болды. Сол сияқты мынау отбасыларыңызға апайларымызға рахмет. Арнайы келіп осындай тілектерімізді естіп оққан қыздарымыздың, жігіттердің тілектерін естіп, тілектерін тәнті оққан сіздерге мыңдап алғыс. Алла қаласа ортамыздан әрқашан табылыңыздар. Осындай қуаныштарға куә болыңыздар. Тек қана жігіттер алға қыздарыңызды құрметтеп, күйеу балаға төс беріп жүре беріңіздер. Рахмет, айтқан тілегіңіз қабыл болсын. Енді ағамыз да дұрыс айтып отыр, бәрі өмірде бәрі турасынан бола бермейді, ақпен ғана бірге жүреді. Мына енді жаңылмайтынша сүрінбейтін тұяқ болмайды дейді. Енді осы отырыста болып жатқан бір кішігірім ағаттықтар кетіп жатса, сәл көшіма қараса, ештеме етпейді деп білеміз. Енді былай қарайық. Қамад әлемінде рахмет. Баяғыда бір анау передача болып жүр, миллион күнге береді деген бе? Сондағы тура сондағы жігіт сияқты. Дауысында бәрі де миллион күнге береді деп отыр. Сәл мұрт жетпей тұр қағамға. Бұйырса ол ағақса сонымен кеп қаламыз дейді. Соғын кешетіз. Ал енді бір есірке сүртке түсіп олмай, жағымызда қалмай еш. Тоғыздың қызметері, жылдық кешестері құтты болсын, дендерің сау болсын, немерелер, шөберелер аман болсын.
Тағала келесі 50 жыл 60 жылға кездесуге нәсіп етсін. Жақсылық күндеріміз көп болсын. Келесі сөз кезегі Болған, қалып кетпеді ғой, өкпе жоқ бауыр. Енді мен мына сізді андай мақтап алайыншы, сәл болған өкпеті жазамын. Тілекті айтайықшы, тез тауыспай, қалмаған мына әпкемнен сөз ауыспай. Бұл әпкеміз үстіне сап-сары әдемі көйлегін киіп кепті, жұмыртқадан жаңа шыққан балапандай. Ішті әдемі, жарастыр, аман болыңыз. Ал енді бір ескі сөз алайық, жақын тұрыңыздар, камераға қараймыз. Енді жастар билеп барып жайғасайық, ағамыздың сіздерге арнаған кереметтей ән бар. Билеп барып жайғасайық. О, жібермайсың. Ал келейін ортаға. Көңіл күй болсын көтеріңіз. Ал, жібер. Ағалар, жайғасып алыңыздар. Жасап, жайғасып алыңыздар. Жеңгелеріміз, енді құрметті ағайын. Жаған тойының басында бәріміз бір түрлі
Kakek mutlu. Al. Barşamız jayga sahip, sırttan konaklarımız ağa kelingizler. Hadi, осы ағаларымыздың қас қабағына қарап, осы бейдейін әлпештеп, алақанына ұстап, ағаларымызды еркелетіп, бүйтіп әйтеуір көңілдерін тауып жүрген жеңгелеріміз, құдайым, аман болыңыздар, бар болыңыздар. Отма баршамыз жиналдық бар. Ешқандай қоя, жеңгелер қауымы. Енді құрметті ағайын, арнайылап жеңгелеріміздің құрметіне бір алғышы қошеметтеп қойсақ аты көрмейтін шығар. Аталмышта бұл кісілердің жұмыстары оңай емес. Мына ағаларымыз таңертең тұрады, жұмысқа барады. Сол таңның атысымен кештің басына дейін әйтеуір аяққа тұрып зыр жүгіріп жүрген жеңгелеріміз аман болыңыздар. Әйтеуір көйлектерінің жағасын қарап бос болып қалмасын деп үтіктеп, аяқ киімдерін сүртіп, тамақтарын беріп, кірлерін жуып, құдай-ай, бұл сенің жұмыстары вообще құдай басын басамасын деп. Бұлай назар ортаға салып отырайық. Жеңгелерімізден бір ауыз өздеріңізге ақ тілекті алсақ, қуанышты болсын, той құтты болсын. Мен де ешбір бөліп жармай, өздеріңізге қай жақтан бастаймыз. Келіңіздер. Ал, назар салып отырайық. Той құтты болсын, қош келдіңіз. Ал, құрметті апайлар, тағыдан қош келдіңіздер. 69-ның жігіттері, қыздары, қош келдіңіздер. Мынау қырық жылдық бас қосу кездесулеріңіз құтты болсын. Дентеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, әрбір шаңыраққа тілейтінім. Қуаныш, байлау, денсаулық, еш уақытта ауырмаңыздар. Осындай дүбірлі той әрдайым үйлеріңізде бола берсін. Әрмен қарай жағдайы. Той құтты болсын. Құрметті мынау 69-ның қыздар, жігіттері, міне 40 жыл деген мерекелерім, 40 жыл болған мерекелерім құтты болсын. Уақыт деген зырлап өтіп жатыр. Бір-бірлерінің естеліктерін айтып қуанып жатсыңдар, өте қуаныштымын. Осындай ынтымақтарың, бірліктерің арта берсін. Мынау сендердей шәкірт тәрбиелеген ұстаздарға тағы да рахметімді айтамын. Кейбір сыныптастар бар ғой, жаңағы ұйымшыл емес, мен болаттан байқап отырамын, өте ұйымшыл, тойда да, басқада да өздерінің несін алып кетеді. Не дейміз енді, әр жанұяларыңызға амандық тілеймін, отбасыларың аман болсын, немерелерің, шөберелерің көбейе берсін, той көргендерің той болсын, осындай 40 жыл, 50 жыл кездесуде бас қоса берейік. Басымыз аман, түгел осындай 50 жылдық алшылыққа жете берейік, денсаулықтарың мықты болып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет бәріне. Ендеше біз осы біздің сыныптың сұлу қыздарға арнайы жасаған сыйлығымыз бар еді, соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Енді былай қылайық, аға, жеңгелер қаладан қосыламыз ба? Өтпе жоқ бауыр ғой, енді құрметті ағайын, сіздер табыстамас бұрын, сіздерге арнайы дайындаған бірінші сый-сияпатымыз бар. Осы орайда сіздерге бір табыстап алсақ, қуаныш құтты болсын. Мен ынтаяқша жасап табыстап берейін, атап табыстайын. Келіңіз. Құрметті келіндер, сіздерге көп рахмет. Қанша күннен бізге үйге келіп жатсыңдар, сендерді бағалап жатырмыз. Бірақ тағы да айтамын, осының бәрі біздің жігіттердің арқасы. Біздің сұлу, ең әдемі, 8 қырлы, 1 сырлы жігітті, әдемі жігіттерімізге тиіп арасыңдар. Біздің қайнағады, біле ма? Бақыттысыңдар сендер, бақыттысыңдар. Сол жігітіміздің арқасы бәрі.
рахмет, қанша мені сыйлап жатсыңдар, құрметтеп жатсыңдар. Қазақта айтады ғой, орамал том болмай жол болады деп, әрдайым сендердің жолдарың ашық болсын. Біздің жігіттерді көбейтіп жатсыңдар, соны бала-шағалар бағып, тәрбиелеп, сендер тойларында осы жігіттердің бала-шағалардың тойында аман-есен бас қосып, сіз бізіміз артып жүреміз. Құда қаласа 45-50-де бұдан да күшті қызмет жасамаймыз. Рахмет. Ал енді дайындаған сый-сияпаттар. Жаңа шықсай? Аға, шықыңдар. Біз сендер сап бересіңдер. Шындай. Қыз келіңіз. Ал, жақсылап, жеңгелерімізге дайындаған приздар шықты. Суретке түсіп аламыз ба? Келіңіздер, жылдам. Жақын тұрып алыңыздар. Жеңгелерімізбен бір суретке түсейік, күшті. Уже кәдімгідей пантрушка болып кетсіздер. Ал, камераға қараймыз. Камераға қарайық. Күшті болып суретке түсіп алайық. Енді әпкелер сіздер жайғасып алыңыздар. Енді осындағы бір топ жеңгелеріміздің дайындаған сый-сияпаттары бар екен. Мен енді табыстайын. Адам табыстаймыз ба, қалай қыламыз? Хабарлап берейін ба? Ал енді құрметті ағайын, баршамыз ортаға назар салайық. Осындағы барша 69-дардың құрметіне 40 жылдық кештің иелері болып жатқан осындағы ағаларымыз бар, әпкелеріміз бар. Сіздер құрметтеріңізге дайындаған сый-сияпаттарымызды табыстауға рұқсат етіңіздер. Қуаныш құтты болсын. Ал, жақсылап табыстап берейік. Рахмет, тойдан қайтсаң. Енді, құрметті ағайын, баршамыз табыстайын, қалып кетпесін. Енді Ербол аға, келіңіз. Ортадан тағылайық. Сыртта ешкі құрметті жоқ қой, Оларды шақырып алайық. Келіңіздер, жайғасып алыңыздар. Дастархан төрін орналыңыздар. Ал, жақсы, табыстап аласың. Дайындаған сый-сияпаттар екен. Табыстап алдық ба? Ешкі қалып кетпесін. Ал енді ағайын, баршамыз ортаға назар салайықшы. 1 минут. 1 минут аға. Қыздар, отырамыз кәді. Әкемші, жиыл қапетісіз шалқап. Ал, жайғасайық. Баршамыз ортаға назар салайық, құрметті көпшілік. Мен енді ортада кезекті бір ойынға Берік Назира.
Берік ағамыз бен Назира жеңгемізге арнайы бір тілек берейікші дейді ағамыздың сұранысы бойынша. Берік аға, Назира жеңеше келіңіздер. Енді бұл кісілерді мен тануым бойынша бұл кісі класстас болмаса да жақыннан араласып бауырдай болып кеткен достары. Енді сен үшін тайынбайтын ұрыстанда бұл өмірде досыңды дұрыс таңда. Себебі дос деген ол жалғыз адам жақын бола алатын туыстанда дейді. Мына келген қадамдар аса бұл бүтсін, той жұмысты болсын, ақ тілек болсын. Достар, көктері қырғын елдерің құтты болсын. Апайлар, мен Олапан отыр, Сараш апай, Гүлдар апай, ұялмаймыз енді. Бізге жүгісті болсын енді. Келесі жылда. Гүлдар апайды айттық қой. В общем, бәрі жақсы болады, себебімен. Мен сияқты жоқ болады. Құрметті автобустар, бүгін 40 жылдық құтты болсын. Сараш апай, Ұлбал әпке, Гүлнар апай, құтты болсын. Бүгін 40 жылдық шәкірттеріміз 40 жыл жасап, сіздер құрметті көрме шығарып жатыр. Осы барлықтарыңызға біріншіден денсаулық тілеймін, бастарыңыз аман болсын, белдеріңіз сау болсын. Тек қана жаста бас қоса беріңіздер. Біз мына жаңа шығып жатқанымыз өзі 69-70-лерге бармасамыз ғой, 70-лерден осы үйіміз айымыз осы жерде. Қалғандар жан-жақта. Рахмет мына достарға, біз тастамай, жоқ өздері 69-лар отыра берме десек, жоқ біз баруымыз керек шақырған деп құрметтеп шақырып жатсыңдар. Рахметтен басқа айтарым жоқ. Енді бізге де жақсы болсын, Құдай қаласа келесі жыл бізге де 40 жыл ғой енді Алла қаласа. Не дейміз, осы төрт көзіміз түгел, аман есен, тек жастықта бас қоса берейік. Үнемі тойларда, қайықта айдаршы бірге жүреміз ғой. Не айтайыншы дедім, осы жерде жаңағы қандай ұйымшылық бір бәрін көріп отырмын да, керемет қарап отыр. Кеше бір қиындықтар болып деп жатыр ғой осы 5 айдан бері. 40 адамның 40 түрлі ойы шығып, соңында мына керемет нәтиже көріп отыр. Кеше бәрі қиналғаннан керек емес екен деген сөздерді естіп негізінде ойласам керек екен негізінде. Бұл деген 40 жылдықта қарап отырсаңыздар қазір бәрі жайып-жайсыз әп-әдемі болып, 60-ға тақап қалсаңдар әлі көңілің жас болып, Құдайға шүкір, әлі жайып-жайсыз болып, енді 10 жылда бір Алла біледі қалай болатынын. Бірақ жасарып өстіп әдемі болып, 50 жылда бас қоса берейік. Не дейміз? Жаңа бағана айтып жатыр ғой, осы еркелермен анаға ерекше рахметін айтқым келеді. Осы біздің 70-лердің 30 жылдығында біз как будто өзіміздің 70-лер сияқты осылардың үйіне барып, Құран оқытып, соңында 70-тің балалары бар ғой, жоқ, осы Ерболмен анаға үйленгенбіз ғой, сол жаққа бәріміз тойлап жатырмық қой, Ерболдың үйіне барып. 70-лерді сол 69-ларға келіп сөйтіп өзіміздің класстасымыз сияқты, сол сияқты келесі тағы Ерболдың үйіне барайын деп тұрмын, Құдай қаласа. Рахмет, Ербол ағаң сендерге Алланың нұры жаусын. Мына жақта айтып еркінде мен естіп қалып жатамын ғой, әйтеуір Ербол шығып жатады, Рахат шығып жатады, Қасекең, Болат, барлығы әйтеуір осы қыржықты талқылап жатады, әйтеуір ұшылы. Мына арты керемет нәтиже болып отыр. Бүгін қандай отырыс, қандай бас қосу, апайларымыз төрт көз түгел, бастаушыларға апайлар да отыр. Жоғары класста біз 30 жылды жасаған кезде бізге Құрбан апай болған екен, бастауыштың мұғалімі болмай қалды бізде. Нұрбан әпкеміз болған, сіздер қандай бақыттысыздар. Өмір жастарымыз ұзақ болып осы тек қана шәкірттеріміздің рахатын көре беріңіздер. Ұлбал әпкем өткенде 20 жылдықта да мекендерде көріп жатырмын ғой, Ұлбал әпкем деді. Ұлбал әпкем сізде керемет той болып жатыр ғой, 20 жылдық, 40 жылдық. Енді Алла қаласа 50-60 жылдықта да жүріңіз, жақырап осы сұлу күйіңізде. Соны айтып жатырмын ғой бағана, сырғастың сыры кетсе де сыры кетпейді деп апайларымыз жайып-жас болып әп-әдемі ортамызда отыр. Енді бұл жерде маған Ұлбал әпке сабақ берген математикадан. Керемет түсіндіреді, мен бірінші шығатын тақтаға. Бұл кісі неғанда сол есепті шығарғанша асып отыратынбыз. Керемет немізге жеткізетін бізге түсіндіріп. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар. Тек қана осындай жаста бас қоса берейік. Мына 69-ның қыздары да өзім подружкамдай болып кеткен. Мына отырған қыздар бәрі өзіміздің сырласымыз. Жанеркемен бір бөлмеде жатып, өмірі сырлас таңға шейін жататынбыз. Әрі әпкем, әрі сырласым, қалып Гүл әпкем отыр мына жақта. Бәрі өзіміз құрдастай болып кеттік қой. Аман болды, барлығы бағана бері жас тілектер айтып жатыр, періштенің құлағына шалынсын. 60-ға келіп қалды десе маған бір түрлі болып отыр да, 60 емес, маған жас сияқты көрініп отырсыңдар ғой барлықтарың. Немере, енді
үйленсек жатқандар ұлдарың үйленсін, қыздарың да жатыңдар, Алла қаласа. Немересі жоқтар, немерелі болыңдар, немересі барларыңыз шөберелі болайық, Алла қаласа. Тек жақсылықта болсақ, той болсын, тойға ұласа берсін. Аман болыңыздар, бақыттарыңыз. Бүгінгі 40 жылдық тағы да құтты болсын. Ой, рахмет. Енді ағамызды білсеңіздер, бұл ағамыз бар қонақтың сыйын алған, красавица жеңгемізді сүйіп алған. Бірақ жеңгемізде сондай шустра екен, осындай красавчикке тиіп алған деп. Алғашқы махаббат дейді. О, тамаша. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, екеуіңіз ақылмен қаздай, дисциплинамен газдай, торыңыз бермей, жаманшылық көрмей жүріңіздер құдай. Ал жақсы, жайғасып алыңыздар. Енді Ербол аға, келіңіз, былай қылайық. Енді бір керемет сәттің куәсі болайық, ортада бір шағын күшті бір ойын болсын, қызықты болсын. Мына келген қонақтарымыздың арасынан разница жоқ. Ер азамат па, қыз баласы ма, ортаға маған 10 адам керек. Есімдерін естірдіңіз, жақсы билейтін, күшті позитивное чувство дейтін 10 адам. Есімдерін естіртіп берсеңіз. Бар ойымыз деп бар ойым. Так, жігіттерді шығарамыз, жігіттер, қыздарды өздеріңіз таңдап аласыздар. Бірінші, Қалбек, Алматыдан келген биге, би жарыс. Негізгі биге естің алдында 7 орындық эстиматор қара, соны береміз. Екінші, Бөкем, ойбай, Бөкем тұрған жерде би қайда. Екі жігіт, Аманғали, Алматыдан келген кәдеки. Шоу. Қожакен, Төртеу. Айдар. Осы 5 пар биші. Бұл кісілер былтыр Бразилияда, Англияда билеп келген. Енді жақсы призге жету үшін 5 қыз таңдалыңдар. 5 қыз. Любой қандай беріңдер, любой. Әнке. Басты призге ғой сізде. Қана. Ал, осы есім ардаған кісілер келіңіздер ортаға. Билеп келіңіздер. Енді былай қыламыз, құрметті ағайын, құрметті меймандар, ойынға атсалысып жандарға бір поддержка болсын, қошемет көрсетіп қояйық. Қошемет көрсетіп қояйық. Ойынның аты би жарыс. Енді сіздердің жастарыңызға қарай, жолдарыңызға қарай біздер бей әлеп би қоймаймыз. Сіздер жүзіп келмейді, кішкене әндер бар ғой, сондай билер қоятын боламыз. Енді би жарыстың шарты былай болады. Ортадан мен кез келген бір ағамыз шығарамын, жеңгеміз шығарамын, әпкелерімізден шығарамыз. Сол кісімен бірге билестер. Кім онша емес билеп қалады, ренжімеңіздер, жақсылап дастархан түрде жайғаса береміз. Соңында кім қалады, сол кісі бас жүлдені алатын болады. Енді жаңа Ербол ағамыз айтты, кім би жарысты жеңіп шығады, соңында бас жүлдені алады, мен сол кісіге iPhone 17 Pro Max'ты аттым деді. Так что давайте барынша атсалысайық. Енді былай қыламыз. Қуанышымыздың, би жарысымыздың бірінші биін билейтін. Ағамның биін білем, бұл солай. Так, келіңіз. Сіз келіңіз, ортадан
болған жоқ, просто өзіңіздің өнерлеріңізді бір билеп көрсетсеңіздер болды. Әйтпесе қыз бен жігіттің биін білем жоқ, көше тойда көп жүріп билейді олар. Ал сондай бір нәрсе бар еді ғой, камера мына жақта. Ал ағамыз, есіміңіз кім? Шатақбай. Сіздің есіміңіз? Қалдыбек. Шатақбай против Қалдыбек деп. Ал, маэстро, жіберіңіз. Мадекші бар ма? Финалға шығып кеттіңіздер ма? Қалай қылдыңыздар ма? Мен мына кісілердің екеуін де қимайын шығаруға болады. Так, былай қылайық. Аға, келіңіз. Аға, келіңіз. Так, есіміңіз? Динула. Есіміңіз? Гүлшан против Динула. Сіз енді бір қимылдап атқан кезде ағам жүрек қимылдап қойды. Рахмет, әпкемізге қолдау көрсетіп, молодцы. Күшті, қолда бір алыңыз. Аға, келіңіз. Да, последнего. Бұл кісіні. Найса, ағам бағана биді жіберген еді. Динула против Айдар. Жіберіңіздер. Бірдей екен. Бір жерден үйренгенсіздер ма? Қалай? Әпке, сіз келіңізші. Келіңіз. Динулаға. Келіңіз. Теперь Динула против Жазира, маэстро. Жібер. Шаршама. Шаршама, тек шаршама, аяқ қолым тапса да, жоғынан бір билейік, шаң шығарып ортаға. Шаршамай, аяқ қолым тапса да, жоғынан бір билейік, шаң шығарып ортаға. Әпке, сіз бейт бағана бір айналып оққан кезде, мына кісі зесіне дейін иегі тигізді ғой бейт білесіз. Сіз просто байқамайтын қалдыңыз. Әпкемізге қолда көрсетіп, байық қошемет байық қонақтарын қалыңыз. Жайға сай. Енді Динула ағамыз қатарынан 3 адаммен подряд шықты. Шамалы демалып алыңыз. Сіз финалдасыз. Ағам, сіз де финалдасыз. Осын тік қойы көреген, келген ма? Так. Уа. Жақсы бөлек. Давайте былай. Аға, келіңіз. Ортаға. Әпке, келіңіз. Есіміңіз? Арай. Против? Болат. Биші болат. Арай, кеттік. Шаршама.
бойда. Сіз бүйтіп айналып жатқан кезде мына кісінің иығы уже былайдан 4 рет барып мен негізі ойламадым мынандай керемет бүйтіп істеу деген анша-мұнша алғаннан менің өзім ентігіп қалдым. Так, былайда аға сіз финалға өттіңіз. Жаңа есіміңіз? Анар против Арай. Маэстро Швед. Siz бірәсен байқамай жатсыз. Мына кісінің көйлегінің астана аяғы негізі музыканың темпімен тез билеп жатыр екен да. Сіз кәшінше бүйтіп қалдыңыз. Енді әпкемізге бір қолдау көрсетіп қояйық. Мына бір алғыс, қошемет көрсетіп, жастар мақтасын қандырмай. Айластырайық. Жеп бүйтпеңіз. Жеп бүйтіп сауып кеш. Кішкене билейтін сияқты болса әпкем бар ғой. Келіңіз, Арай ханым, келіңіз. Арай против Баян ханым. Маэстро музыка. Бұл кісінде би бірдей екен. Келіңіздер, сіздер мұнда тұрып алыңыздар. Арай ханым жаңа бір билеп отыр, сіз келіңіз. Және бағана бірге билеген ағаларымыз бар еді ғой, тура осы кісілер сияқты билейтін. Қайда, аға? Келіңіз. Так. Есіміңіз? Шатақбай деген сіз бағана. Сіздің есіміңіз? Баян. 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 Баян, ондай баян емес. Баян ханым. Баян ханым против Шатақбай жақсы. Баян ханым против Шатақбай. Жүректері бұзған сезім ауаныңды сағыным мен жүрмін атты жанарыңды әй күлімдесің еттің күлімі қаларыңды күтірмексің қаншайым жауабыңды әй жүрек бағарың сенсің қалауым Баян ханым, қазір тағы да бір 20 секунд билесеңіз, ана кісі ұшып кетуі мүмкін. Баян ханымға қолдау көрсетіп қояйық, мында бір алғыс. Қазір ақтаса қантөкте жайғасайық. Ай, онан жері тұра алмайсың десең иә. Так, аға, келіңіз. Ағамыз. Келіңіз. Жоқ, мына кісіге айтып кетейін, Каспийде отқандай отырамын ғой? Жоқ, сен бана бері өтіп. Так, есіміңіз кім дедік? Айдар. Айдар против? Қалдыбек. Маэстро музыка. Тақбет па? Тақбетті, иә? Ағамыздан қолды көрсетейік. Жұмыстар кәдімгі жиналып. Аяға демал алдыңыз ба? Нормально болып алдыңыз ба? Бәрі күшітмай жүр, арқан бәрі нормально. Не тұр ғой? О, нормально ма? Құдай ағам көшіліп барады ғой шетің шетің. Келіңіз, ортадан табыңыз. Ағамызбен ортаға болады аға, құдай-ай. Бейші болады, құдай күшті. Осы кісі жақсы ғай көрім бар, көрін. Ал, ортада сіздер үшін музыка, маэстро, жібер. О!
керек, өмір керек. Мен бір уайымдағым ана кісі бас кетпесе екен дедім. Рахмет, ағамызға қолдау көрсетіп қояйық. Мұндағы алыс ортаға шығып атсалысқаныңыз үшін жақсылап мақтасырған түрінде жайғасып алайық. Қолдау көрсетіп қояйық ағамызға. Келесіздер, бір қатарға тұрып алыңыздар. У нас отпашында бір битай. Бақсы газ биледі. Әке келіңіз. Арай ханыммен бізде билейтін. Сізді жаңа биледіңіз, иә? Сізді кішкенеңіздер біле алмаңыз, дем алыңыз. Келіңіздер, аға. Да? Күйеу бала. Арай ханым против күйеу бала. Теперь майка, музыка. О! Люди! Аға, молодец, күшті бар ғой. Мен жаңа айтып жатыр еді ғой, бұл білмеймін, жеңгелеріміз білмеймін, бірақ еркектері мықты деп осы класстың ше, вообще күшті. Әдемі биледіңіз. Сіз жаңа бүйтіп айналып отырғаныңызда сыртыңыздан 4 рет айналған осы кісі. Сергектің өзі қалада түсіріп үлгермей жатыр дейтін мына кісіне қазір. Мыңда бір алғыс әпкемізге қолдау көрсетіп қояйық. Әпке, мынау сіз ардайлап топ 4-тің қатарына енгеніңіз үшін сізге сый сияпатымыз. Мыңда бір алғыс. Так, келіңіздер. Ортада ішпей қалды. Так. Сізді енді бұлай ойлап қараңыздаршы. Мен мына кісімен шығарып қойсам. Или мына кісімен шығарып қойсам. Ес болып қалатын сияқты, иә? Сол үшін давайте, аға, келіңіз. Әр уақыт Құдай жар болсын сізге. Келіңіз, Шатақбай против Айдар, маэстро, шүр! Ағамда қол қосып кетті ғой. Рахмет, мұнда бір алғыс ағамызға бір қошеметтер қойыңыздар. Және де былай қылайық. Арнайы сізге аспазшы жерде сұрай қаласақ, жұмыртқа орып, үйде отырып, тамақтарын беріп, ағамызға еліктеп күшті болып келесіздер. Енді былай қылайық. Охо, бізде финал. Аға. Көмектеспейді аға. Күшті. Так. Болат ағамызбен Шатақбай ағамыз күшті. Нағашым дейді, о. Енді былай қылайық, келіңіздер. Ортаға сіздер үшін қазір музыка болады. Намысты болған енді бала. Тұқтансын ба? Ол дене өтір әшек дене болай берді ол. Да? Так, олай болса, доказать етейік. Маэстро, музыка. Биле. Үйдері жігіттер! Кішкене бір масқа музыка қоясың ба? Ағамыз бәлкі ойлаған дегенше мына кісі уже екі рет қолы батып кетті ғой бүйтіп. Шақырып атып қойған, екендер билейміздер. Бір басқа музыканы, энергичный музыка қойшы ағаларымызға. Шаппай бәрін болып қойдырсын. Бердім дейсіз ба? Былай қылайық онда, аға. Сіздерді онда ортада былай қылайық. Мен шақпылатып онда билетпей қойын, сіздерге былай қылайын, жаңылтпаш жасырайын. Жасырайын болғанда жаңылтпаш айтайын, соны қолдан келгенше артынан қайталап көрейік, иә? Кім жаңылмай күшті қойдады, соған басшымды енді бәрі анықтау керек болып тұр ғой маған. Әділік жеңген. Так. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Аға, кеттік. Қақпақ емес, ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Қошынан соны емеді. Өзім ойлап қалдым онда кәдімгідей. Давайте былай қалай қонда, сәл жеңілірек болсын аға. Мен сіздерге қазір бір сан айтатын боламын. Бір десем сіздер соны орысша 2 деп жалғайсыздар. 2 десем қазақша 3 деп жалғайсыздар. Түсінікті ғой, орысша, қазақша, орысша жоғары қарай санды
санайтын боламыз. Жаңа сізден бастадық, енді аға сізден жалғайық. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. 6. Қалай қарай? 7. 6, 7 болды. 7, 8 болады. 8. 8 болады. 8, 9. 9, 10. 10. Тамаша. 10-ға дейін сан болды. 4 рет па? Қателестік, ештеме етпейді. Кетіп көрейік аға. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тамаша. Мына енді құрметті ағайындар, құрметті меймандар, енді баршамыз ортаға 1 минут назарды салайық. Осындағы Сәкен Сейфуллин орта мектебінің 11-ші түлектері. Мына 40 жылдық кездесу кештеріңіз тағы да құтты болсын дейміз. Мына ортаға шығып атсалысқандарыңыз үшін мыңда бір алғыс, Алланың нұры жаусын дейміз. Жаңа мен осы қуанышты басқарардың алдында үйден шығып бара жатсам, папам мен мамам маған ұзақ қарап тұрды бүйтіп. Сонымен тұрдымдағыда папа, мама не бірінші рет көріп тұрған адам құсап десем, папам мен мамам айтады, айналайын балам, сен халықтың алдында жүрген адамсың, үйге аман есен орал деді. Мен енді мына сізге қазір бірінші орынды беріп қойсам, үйге аман есен қайтамын белгісіз. Сондықтан да қалай ортада достық жеңді болсын. Мына осы араласып жүрген ортаңыз әрқашанда бірлікте болсын. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, мыңда бір алғыс. Жақсылап ақтастырған төріне жайғасайық. Және де мынау сіздерге деген сый сияпатымыз. Құдай қаласа тойдан тобықтай осындай қуаныш барша сіздерге де жұғысты болсын дейміз. Жақсылап ақтастырған төріне жайғасайық. Рахмет. Енді Ербол аға, келіңіз ортадан табылыңыз. Қуанышымызды әрмен қарай жалғайық. Енді барша тілек айтпаған меймандарымызды шақырайық. Есімдерін білесіздер, келеміз ба? Келіңіз. Ал құрметті қалайық достар, құрдастар, келесі топтың кезегін. Мына менің столыма шулай береді. Бір басыңыздар, әлі шулайды. Көрдіңіз ба апай? Әлі шулайды. Так, келесі топтың кезегін. Тараз қаласы. Шығанақ ауылы. Көрдіңіздер. Былай қарай, бедекші, құрметті ағайын, пакетке тиіспеңіздер. Ешкім алып қашырмайды. Баршамызға тілек айтпаған меймандар ортаға шығайық, ақ тілекті арнайық. Келіңіздер, билеп келіңіздер, той құтты болсын. Тілек айтпаған баршамыз ақтағымыз, келіңіздер. Ешкім алып Рахмет, қош келдіңіздер. Қуаныш құтты болсын. Той құтты болсын.
ешкім қалып кетпесін. Сөйлемеген меймандарымыз баршамыз ортадан табылдық па? Енді құрметті ағайын, пакетті кім таратты? Ортаға назар салып отырайық. Қадірменді көпшілік. Құрметті қонақтар, отырсаңыз сіз сөйлеңдер. Әне. Сіздер сөйлеген кезде между прочим бұл кісілер тыныш отырған. Келіңіздер. Құдай анақта Каспий отқа кішіп отыр ғой. Ал жайғасайық. Құрметті қонақтар, құрметті меймандар, осынау қуанышқа ардайлап құрметті деп шақыртылған соң, сол атымызға лайықты болып отырсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Назарды ортаға салып отырайық. Қуаныш құтты болсын, той құтты болсын. Тағы, екі адам сөйлейді, түспен қалған. Өкпе жоқ бауырда, точно ма? Ал келіңіз, өздеріңізден жол сұрап. Жол сұрап алайық, ағамыз Болат аға. Пакетті бірге қарасыңдар осы. Жинап алғас қаттан. Біз енді мынау өз алдымызда тараздықтар бөлек дүниеміз, бөлек әлембіз. Сонда да кішкентайдан тайылында кебісіп өскен осы 40 жылдық жүздесуіміз өзіміз ойлағандай Алла сәтімен болды деп ойлаймын. Құрметті Гүлнар апай, Сараш апай, Ұлбал апайларым, аппақ асылдаттарым, табан тіреп, маңдай тіреп, алыс жерден жаңағы Алматыдан Гүлнар апайым, сосын кейін Сараш апайым, сосын кейін Ұлбал апайым осы жерде. Келгендеріңізге мың қатты рахмет. Мінекей енді басы А, Б, Ж, Д деп басталғанменен де біз бір-бірімізден безбейтін кластастарымыз. Бір-бірімізді сондай жақсы көреміз. Өте керемет ойластықтың әңгімелері болды. Жаңағы өз орнын тапты. Мінекей нәтижесі осы болып отыр. Қандай керемет жүздесу. Енді біраз айта берсем әңгіме көп, енді қысқартып айтайын. Естеліктерден жаңа Сараш апай, баяғыда біз Шығанаққа көшіп барғанда маған жаңа әкем енді қырғыз ғой, шешем Жағалбайды, сонда маған өлең айтқызып едіңіз ғой. Сол кезде мен қазақша онша білмеймін, қырғызша айтып бермедім ғой, соны сізге есіңізге сақтап қояйын. Араладым айлы бақтарын, әр беліңде есте сақтадым. Араладым айлы бақтарын, әр беліңде есте сақтадым деп айтқан кезде сіз маған 5 қойғасыз. Мен 2-ші класста бардым. Одан кейін Гүлнар апайым есімде, одан кейін Ұлбал апайымыз күшті әңгіме айтатын. Жаңа бізді тыныштандырып көп сабақтан бір 15 минут 18 минут қалған кезде өте керемет әңгімелер айтып берді. Біз оң қол деген әңгімеңіз есімізде. Ең соңында жаңағы оң қол келіп бүйтіп тамағынан қалқындап деген кезде суырта қалатын, жүрегіміз суырта қалатын. Сондай керемет әңгімелер айтатын. Содан есіме түсті. Енді өткеннің белгісі жоқ. Кереметтей кездесу, кереметтей жүздесу. Астанадағы кластастарым, Алматыдағы, осы жердегі бәріміз бауыр болып, жекжат болып тойларда жүреміз, туысқан болып жүреміз, бәріміз аман болайық. Айта берсек, біздің өміріміз жаңағы бір кітап емес, 1000 кітаптан да асып кетеді. Сараш апай, сосын сіз білесіз бе, маякулық аппарат дедіңіз ғой. Шығанақтың Бишка жақтан мына жаққа шығамыз да алыстатпай, тыныш жүріңдер деп. Сосын мен сізге сарғалдақтарды жинап апарып беріп, мен гүлді жақсы көремін ғой өзім. Еще красный свет я люблю. Аман болайық, айға барып қол басақ та, бәрі армандарыңыз орындалсын. Деніңіз сау болсын, бақытты балалық шақтан кереметтей естеліктеріміз болды. Ішімнен бүйтіп, көңілім босап, мен осы бағана жылап талдым, өзім көңіл чөктім ғой мен жаңағы. Сол енді аман болайық, жандарым. Жанерке, жандар Астанадан келген, барлықтарыңа рахмет. Раха, кешейік көрші, қақта жүрсін. Шешен баласы, көршін, кел. Тактикаға кетіп қой. Көңілі әппақ Болат ағамызға қошемет көрсетіп қойып, қандай керемет ақылды армада аман болыңыз. Әрі қарай
жолға келіңіздер. Той құтты болсын. Қайсыңыздар? Жолыңыздар. Аға. Құрметті шығындар, Сары Жабайға, Гүлнәр апай, Ол апай, қырғызымызға, қуанышымызға, қызылтарларымызға рахмет. Балаларымыздың, шәкірттеріміздің 40 жылдығы құтты болсын дейік. Қыздарға, жігіттерге 40 жылдықтарымыз құтты болсын. Енді біздің мен өзі бірінші, екінші класс оқудым шарақта. Ол кезде Гүлнәр апай болды, арасында Сары Жабай болды, сонымен шамалы үзіліс болды. Сонымен ол апайды уже көрген жоқпын мен өзім. Кейіннен ғой көріп жатқан жағдайда яғаннан кейін, одан кейін 8-9 жолда оқыдым. Сары Жабайдың бір сөзі бар. Бұл кісі әкемді оқытқан бірінші класста, одан кейін мен оқытты арасында, одан кейін інімді оқытты, Манарбек деген. Бір күні Қасым Пернешев дейді, 10-шы класс оқимын мен ол кезде. Мына інім мені ұялтты дейді да, неге десе, партаның артында отырады деген інім ел табана дейді. Оятқан ғой, жауабын жаздайды ма мама дейді. Сіз абайды айтады, жазамасам ел табаға не істеймін деп айтты. Біразымызға шәкірт боламыз. Ұстаз болған бұл кісі. Бәрімізге рахмет, осындай ұл қызды тәрбиелеп өз үлкендерімізге, сіздердің осы тәрбиелеріңіз бәріміз осындай дәрежеге жеткізген. Мына енді сіздердің ұл қыздарыңыздай болдық қой. Ұлдарыңыз ұяда, қыздарыңыз ұяда дейм ба? Сондай болып жатыр. Мынау қонақтар келіп отыр жаңа Бекен мен Нәзира. Бұл кісілерге де рахмет, сыйлап келіп жатқанына. Бұл кісілер енді бөтен емес, бізде жолдастығымыз бар, араласып жақсы сыйластығымыз бар. Сол сыйлап келіп жатқан осы жерде Таразда тұрып жатқан, мына сырттан келіп жатқан Астанадан қыз жігіттер, Алматыдан келіп жатқан, Шымкенттен келіп жатқан қыз жігіттер бар, күйеу балалары бар. Сосын Қаратаудан, Шарақтан келіп жатқан Ереген, осы жерде ұйымдастырушы Анарегенге рахмет. Бұл енді Ереген күйеу. Класстас қарындастың күйеуі ғой. Осыған ғой. Басында. Ерегенге алмай қойды бері. Сосын киені қарағызға келген қожамыз бар арамызда. Бұл кісіге де рахмет. Жаңатастан келіп жатыр. Қыз жігіттер, күйеу балалар келіп жатыр. Бәріне рахмет. Бұдан айттым бастары, және батырым. Бұл кісіге айтамаймыз. Жағарайды. Жоқ айтамыз. Мына кісі үйреп қалады. Рахмет бәріңізге. Өстіп жүре берейін. Қыздарымыз гүлдей жанап, жүре берсін ортамызда. Осы қыздарды алақанына салып, өстіп гүлдей жүрген күйеу балаларға рахмет. Осы келгендеріңізге бәріңізге рахмет. Алмаған не қалыпсың ба? Енді бір сөйлеп қойдым. Ең соңғы сөйлеп қойдым. Ал енді біздің ұстаздарымыз Гүлнәр әпке, Салаш әпке, Ұлбол әпке бәрімізді оқып жеткізген, 10 жыл бойы бәрімізге тәрбиелеген, ұрысқан кішкене, жақсылап не аққан анылдайған жаңа кішкене. Сол басқа не? Ал енді той құтты болсын, қыржылдықта тойыңыз құтты болсын. Бәрі басы қатты болса, аяғы тәтті болады дейді. Сол айтамыз. Тағы басқа шашы құтты болсын айтты деген Берік досыма, Назира досыма рахмет. Жан-жақтан келген Астана, Алматы, Шымкент, Құдайға шүкір жан-жақтымыз. Сол не дейміз енді? Сол біздің келіншектерімізге рахмет, біздің қыздарымызға рахмет. Бір-біріне падар жасап етпейтін неғып жатыр ғой. Өте керемет ұйымдасқан, бәрі өзім ырза болып. Ырза болғаннан негіз бар, негіз халал болады деп ойлағанбыз негізді. Ырза болғаннан жайнап жатыр, 100 грамм ішіп жатыр. Сол айтатынымыз басқа не? Бәрілерге жұмысты болсын. 70 жылғы достарымызға бірге араласып жүрген соларға жұмысты болсын.
сол ауылға жаңағы не алып ғой, ауылға құран оқытып 10 жылдық жасап жатыр, 20 жылдық жасап жатыр. Соларға рахмет, бәрі ауыл емесін. Ал енді біз жасап жатқан себебіміз біздің жасымыз кеп тапты. Шаршай дегенбіз ауылға барсақ. Сол үшін ауылға бармай, осы жерден Құдайға шүкір, осы қалада да ауыл ақсақалдары бар ғой деп, осы жаққа жасап Құдай тамақ тараттық. Одан кейін Болат арнайы өз үйіне, арнайы өзін күтіп, түрімен кәдімгіошын живой газет болды. Сол басқа не дейміз? Сол Құдай қаласа, ел жұртты жақсылап өтсем, бұдан да мықты өтсеміз Құдай қаласа. Бәрілермен жұмысты болсын. Сол кластастардың достардың бәріне рахмет. Келіңіздер. Қыздарыңыз бар? Өкпе жоқ, бауырым. Келіңіздер. Келіңіздер. Құрметті ұстаздар, бүгінгі мынау алтын уақыттарыңызды бөліп келе жатсыздар. Әрдайым осы ұстазы жақсының, ұстанымы жақсы деп мен сіздермен мақтанамын. Міне бүгін міне біздің мынау дүбірлі тойымыз, бұл өткен тарих. Міне осындай жетістік, осындай нәтиже, осының барлықтары сіздердің сапалы білімдеріңіз, саналы тәрбиелеріңіздің арқасы. Алла бізді мақтанысын, бұдан да биік белестерден көріне берейік сіздердің арқаларыңызда. Мың алғыс сіздерге. Міне бүгін барлығымыз жан-жақтан, Алатаудан Атырауға дейін қосылып жатқан біздің дархан даламыздан жан-жақтан бас қосып жатырмыз. Қандай керемет ностальгия. Біз 10 жасқа, 20 жасқа жасап жатырмыз. Бақытты болыңыздар барлықтарыңыз. Әрдайым осындай жақсылықта, тойда жолғайық. Құрметті аяулы ұстаздар, қартаймаңыздар, сіздер қартаймаңыздар. Біз осындай бізге бақытты балалық сыйлап бүгін 40 жылдан кейін міне қандай керемет. Мен қатты болдым. Ал құрметті достарым, құрметті достарым менің, міне бүгін қандай шаттық, қандай қуаныш, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Барлықтарыма денсаулық, бақыт, отбасыларыма амандық тілеймін. Әрдайым осындай жүзіміз шат, күлкіге толы болсын. Құрметті де ардақты күйеу балалар, мынау біздің қыздарды аққудайын тарамдып алып келіп отырған құрметті күйеу балалар, жасай беріңдер. Мың жасаңдар. Құдай қаласа 50 жылдық, 60 жылдықта да осындай жап-жас қылып, жайнатып біздің жарқын жүздермен қыздарымызды алып келіңіздер. Алла қаласа соны көруді нәсіп етсін Алла бізге. Міне, ендігі сөз, бүгін міне, Құдай қаласа менің нәрестіне жетіп жатыр ғой біздің 40 жылда. Міне, осы 40 жылдықта, айда біздер апайларымыз бізді қарлығаш болып ұшырады ғой бізді. Сол кезде бізге былай келмедік. Біз мына біліміміздің алтын кілтін келесі шәкіртке тапсыратынбыз. Енді сол сияқты мен де жұмысты болсын деп мына бауырым Берікке оқу озаты Сейфуллин мектебінің бауырым Берікке өзімнің мына төсбелгімді тапсырып деп. Эстафета болады. Челлендж болады, челлендж. Заманауи челлендж. Недельный жолдасы, Ядра Ильина. Бола ма? Өзі құда жаппықсы. Болады, күшті. Ондай болатын болса, мен де ұндай ақшамды біреуге беріп үйге қайта берсем бола ма? Ойна. Әзіле барды. Құдай қаласа, жұмысты болсын сіздерге. Болады, көшебеттер қойыңыздар. Ал, келіңіздер. Ортадан табылыңыздар, келіңіздер. Шәреге әрмен қарай бар ма тағы да? Келіңіз. Nah,
ұстаздар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын, 40 жылдан кейін. Мына сіздерге көп рахмет. Мен сыныптастарыма жақсы білім бергенсіздер. Мына айтады ғой, фундаменті мықты болса, бәрі мықты болады деп. Мынау сіздердің отбасыларыңызға тек қана жақсылық тілеймін. Немере шөберен қызым көріп, осындай жап-жас болып жүре беріңіздер. Ал сыныптастар, мына күйеу балаларға айтқым келеді бірінші. Күйеу балалар мықты екен, керемет, қыздарымыздың бәрі холодильникте сақтағансыздар ма, морозильникте сақтағансыздар ма деп. Соғалып бар. Сендерге көп рахмет. Алып келіп, қыздарымыздың ортамызда ойнатып, күліп, өздеріміздің ортамызда жүріп, бізбен бірдей атсалысып жүргендеріңе көп рахмет. Осы 40 жылдықта қанша уайымдады қыздар. Шолпан кем дегенде 5 кило тастады. 40 жылдықта. Нұрзилада күн демейді. Жарты Нұрзила 10 кило тастады. Қалды күн қайда? Қалды күн өз вообще бітті. Мен ішкен тастыраға мен шармын. Бәрінен мен жостырысында жетістеген. Өстіп ойнап күліп жүре берейік, сөзіміз арта берсін. Бізде немере шөбере көрдік, солар қызығында. Үйленбегендердің бала шағасын көрерсін. Қыздардың ұзатсын, ұяға, қияға. Солардың қуаныштарда әрдайым ортақтасып жүре берейік. Бәрі бақытты болыңдар, бәрін жақсы көремін. Біздің балаларға мың алғыс. Оның бәрін жинастырған жігіттер. Мен әрдайым айтамын, Рахмет, мыңдағылаңыз. Енді құрметті ағайын бір қуаныштың үстінен тағы да қуаныш. Серік ағамыз бен Гүлшолпан жеңгеміз қайда? Келіңіздерші. Серік аға, Гүлшолпан жеңгем қайда? Қуаныштың үстінен қуаныш. Бүгін, яғни июнь айының, тамыз айының 15-ші жұлдызы осы кісілердің бүгінгі күн, я? Бүгінгі күн. Үйленгендерде отасқандарына 35 жыл болды. 15 жыл қалай проигрмен ал кішкене сөтке түсіп алыңыздар. Енді былай қылайық, құрметті көпшілік, керемет ақ тілектерді алдық. Ешкім қалып кетпеді ма? Өкпе жоқ бауыр қосыламыз ғой, келіңіз аға. Енді Шолпан әкеміз бір ән айтып берейік енді. Домбыра қалып кетті. Өзіңді аңсап көктем өтеді, аңсау мен өткен күндерге мына едерміз. Өрсеңдеп шіркін іздеген мәңгі бір-бірі, көк аспандағы айдың күнде екенбіз. Жаным менің жаратқан тұмарсың, жанымда жалғыз жалғыз жүрген шығарсың. Оларсың қалай бір күнгі жанға оларсың, өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Оларсың қалай бір күнгі жанға оларсың, өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Айран күндер кешегі, айран күндер кешегі, көрген төсін көрген қалайша өшеді. Бақытыма балаған, жарқылайық санадан, жан серігін жалғанда, сенетін қалаған. Қия алмадым, қия
Жақсылап құттықтап қойыңыздар. Ал құттықтап қойған жандар автосыраға жайғасайық. Анау соңғы түйенің жүгі ауыр дейді, 40-ына шыдады, 41-іне де шыдайық. Ал жайғасайық, автосыраға түріне жайғасайық, қуанышымыз әрмен жалғайық, өзіміз болып отырамыз. Автосыраға түрінен орын алыңыздар, келіңіздер. 40-ына шыдады, 41-іне де шыдайық. Қадірменді көпшілік, жайғасып алыңыздар. Әпкелеріміз, әпке, жайғасайықшы, пожалуйста. Потоцтап жүрген әпкелер, жайғасайық, келіңіздер. Апай, соңғы тілек, 40-ына шыдады, 41-іне бір шыдайық, кереметте ақ тілекті бір күн айтсымен жалпы атырактыге шығатын боламыз. Жайғасып алыңыздар. Төрдегі әпкелеріміз, екінші класс болып кеттік қой, жайынан жайлы. Жайғасайық. Келіңіздер. Жайғасып алайық. Отырып алыңыздар. Тілек тыңдайық. Bir şey kalsın kuşlar mı? Келіңіздер. Жайғасып алайық. Апайларымыз асып отырған. Ал, құрметті ағайын, назарды ортаға 1 минут салайық. Құрметті меймандар, соңғы түйенің жүгі ауыр дейді. Мына 40-ына шыдадық, 41-іне де шыдайық. Енді қадірменді меймандар, осы қуаныш болсын деп о бастан ат салысып, осы қуаныштың бірдей-бір болуына себепкер болып жүрген осындағы Коренеев Ербол ағамыз енді бұл кісімен арнайлап ортаға алдырып 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін түйіндеп берсе деп отырмыз. Осындағы келген барша қонақтарымыздың барлық айтқан тілектердің тобықтай түйінін өзіңіз түйіндеп беріңіз. Аға бір жаққа асыңыз ба, не қалай? Поздравить етсөзін, поздравить етсөз. Келіңіз аға. Шоба мен серіктің қосылғанында 35 жыл болса, бізге 38 жыл болыпты. Ең бірінші қарсыластарды ең бірінші үйлеген бізбіз негізі. Солай дайын деген. Бақытты болыңдар, баянды болыңдар, біздің жолымызды берсіздер. Ағамыз 3 жыл бұрын ерте қимылдап кетті. Ал жайғасайық. Ербол аға, той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Енді бүгін өзіңіз ұйымдастырған кешімізде өз мәресіне келіп жетті. Келген барша қонақтарымызға кереметтей ақ тілек болсын. Назар салып отырайық ағайын. Аса қадірменді достар, құрдастар, түсініп отыр. Бәрін шаршадыңдар, сезіп отырмын. Алдында апайларыңыз шаршап қайтып алды. Дұрыс. Сарыш апай, Гүлнар апай, кетіп қалды. Ұлбал апай, рахмет. Сіздердің еңбектеріңіздің жемісі осы біз жемісіміз. Алла бұйыртып мынау кешегі күні Құранымызды оқыттық. Бүгін кішігірім той-томаларымызды жасап алдық. Рахмет барлықтарыңызға. Осы жерде мені сайлап, кассир деген өзі беріп жұмыс көп дейсіздер ғой, айқай шуы көп. Соған шыдап, мойымай, до конца жеттік деп есептейміз. Барлықтарыңызға рахмет. Мен өзім ештеңе істемеймін. Барлықтарыңның көмегім болды. Барлығына рахмет. Қыздар, ұлдар, анау сонау Алматыда жатыр, Астанада жатыр, маған ой тастап, жаңағы ақшасын алдына балақтап та жатыр ғой. Сосын мына Тараздың жігіттері, Қаратау, Жаңатас жігіттері, барлықтарына рахмет. Келіндер дейді ғой бізде. Мына құрдастар, кластастарымыздың келіншектері, келіндер. Бұларға да көп алғыс. Кешегі күні Құдайға көп үлесін қосты. Мына Гүлмира бастап, Гүлмира кім тағы жетеді? Барлығына мың алғыс. Енді толықтай түйін айта кетейік, не дейміз? Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық деймін. Дастархандарыңыз үнемі қысымшылыққа тойға жайылсын, той бітпесін. Дастарханыңызда той бітпесін. Жалпы көп сөзген жоқпыз. Барлықтарыңызға рахмет. Рахмет. Шаршадық. Енді құрметті ағайын, жақсыдан жақсы туады шарқылдаған.
жаманнан жаман туады қырқылдаған. Ербол аға, мен жақсымын дейтіндер толып жатыр, пайдасы өз басынан атылмаған. Қолына келсе осындай қуаныштарға, осындай той жиындарға қызмет ет деп әрқашанда айтып жүр әкем маған. Сондықтан мінекей жақсылардың жанындамыз, жамандық көрсек бойымыз салқындаған. Көпшіліктің батасын алып жүрміз, риза бол қызметімізге, халқым маған дейміз сіздерге. Елдеріңізі аман болсын, бейбітшілік заман болсын. Құдай қаласа баршаларыңыздың үйлеріңізде мияш күтетін көптеген бала шаға болсын. Шаңырақтарыңыздың сырты құлагерге, іші мұрагерге тола берсін дейміз. Енді бұнымен қуаныш бітті деген сөз емес. Жамбыл облысы Сарысу ауданы Шығанақ ауылы Сәкен Сейфуллин орта мектебінің 11-ші түлектері 40 жылдық кездесу кеш қалай өтті? Және дәл осындай көңіл күймен баршаларыңызды би алаңына шақырамын, баршаңызға антыракты жариялаймын. Той құтты болсын ағайын. Келесі кездескенше амандықта, саулықта.